Серік Әбікенұлы әңгіме Балуан. Сарқыраған өзеннің ақ көбігі көз тастаған адамға алапат күштің құдіретін байқатады. Асқақ таудың перзенті асау мінезін көрсетіп, етекке қарай ентелеп барады. Табиғат еркесінің тентектігін жасырғысы келгендей, қалың нуарна бетіне төне түскен. Жүргіншілер салт етпен түсуге қорқатын, орай келсе ат түгілі құшақ жетпес қой тастарды қаңғалақтатып әкететін бұғылы бұл. Арқырап барып өзінен әлді қайда адуынды көксудың қойнына қойып кетеді. Әсіресе күн қайратына мініп, тау басындағы қалың қар жеби бастағанда тау өзеннің қаһарлы бет қаратпайды. Так жануар. Беткейменен өзенге қарап ойланып келе жатқан, тілеп берген балуан жықпыл тастан тайып кеткен атының тізгінін сілкіп қалды. Құз басында ортекеде ойнақтайтын жануар әбес қылығын жуып жайғысы келгендей жайнаңдап жөнелген. Саяқ іздеп тау асқан қарт ауылды қайта бетке алғалы қара көк алып ұшып келеді. Жаңағысы соның кесірі болса керек, жылқының жүрісін түзеткен балуан жас ұлғайған сайын үйренсек болып алатын қалың ойдың құшағына қайта шомды. Қалың елді қосағаш, алпыс үйлі арал төбе, шуақты беткейге орныққан шұбар, қия қабақтыға қайрақтыда орналасқан 10 үйде туылған екі бозбала осы өңірдегі тойдың гүлі еді. Жауырны қақпақтай жұмыр білекті бозбалалар кілемге атып жыққанда орда-бұзар жастағы жігіттер тай салып сала береді. Ән күй десең жайдары мінезді Сарытай бар. Алпамсадай жігіттің жалпақ алақанда домбыра қалақтай ғана болып көрінетін. Ақ көңіл дос есіне түскенде тілеп берген балуан еріксіз езу тартты. Бұл жарты ғасыр бұрын болған оқиға еді. Ұйғырлар дүбірлетіп той жасамақ, арқыраған түйе балуандары бар екен дегенде естіген екеуінде ес қалмай, 2 күндік жердегі Қытайға бірақ тартқан. Ұйғырдың тойы қызық, дутар тартып, би билеп, қазақ асыға күткен жан бату, күрес, аударыспақ сынды ойындарын ысыра береді. Биден шаршап, тамағы қарлыға бастағанда ғана басқа сауыққа мойын бұрады. Ақыры екеуінің де күткен сәті жетті. 4 жігіт мойын арқан салынған дәуді ортаға жетелеп шығысымен ақ бәйгеге тігілген қоспақтан дәмелі болып келген талайлардың меселі қайтып қалды. Жердің майлы топырағын аяқпен бұрқ-бұрқ еткізген дәугейде еңкейе қалып қос қолымен де ұстап, шашып айналаны ақ түтек етті. Біраз барлаған тілеп берген досына қарап: «Мынау түйе балуан емес, олар аузынан ақ көбік атады деп естігенмін. Топырақ тарпығанына қарағанда бұқа балуан деген пәле осы шығар. Бұлар дойырлау келеді, бетіңе топырақ шашып, тіземен қағып, тексіз күреседі» деп сыбырлаған. Сарытай естімеген адам сынды мелшиген күйінен айнымады. Төлеп берген ересектердің бірі шықса, бұқаның амал тәсілдерін көріп алып, содан соң ғана белдескенді жөн санап тұрған. «Мен шығамын». Қаймығып қалған көп қазақтың назары саңқ еткен дауыс жаққа ауған. Денесірі болғанмен өңі жас. Ұзын бойлы, қақпақ жауырынды, ақсары бозбала ширығып тұр. Жергілікті қазақтардың ортасында тұрған Есбол балуан шыдамады. «Тоқта, біз үшін бала күрессе, анадан туғанымыз кәне, тәуекел». Чекпеннің етегін беліне түрген Есбол қарсыға барып, белін 2 орай буған жіпті сығымдап қасқая қалды. Ентелеп шыққан қазақ қарсыласының егде тартқан қазақ екенін көрген бұқа балуан бұйдасын үзе-мүзе алға ұмтылған.
арқан керіп тұрған 4 жігіт шалқалай құлап, шаң қауып қала берді. Жарт қимылмен таптай ұмтылған бұқаны қаусыра құшып, шырқ үйіріп әкеткен Есбол жамбасын оңтайлай бергенде, өңкүйген неме күшпен жұлқып дес бермеді. Жарт қимылдаған Есбол жіліктен орай тарта шалғанда, бұқа тәлтіректеп барып бойын түзеп ала қойды. Осыдан соң орта тозаққа айналды. Еңкейе қалып қолдарымен бетке топырақ бұрқыратып, бұқа балуан сүзетіндей ентелей жүгірді де, көзі басы байланған Есболды бар күшімен итеріп қалды. Ол бойын жинамай жатып, белінен қаусырақ ұшқан күйі шырқ үйіре көтеріп, жерге бар күшімен ұрды. Бұдан соң үстіне жата қалып, бір-екі аунады да орнынан тұрып, басынан аттап жүре берді. Жүгіре жеткен ауылдастары қабырғасы мертіккен Есболды ортадан сүйемелдеп әкетті. Дуытар ойнап жеңген жақ қиқулап, айнала азан-қазан болды. Бұқаның жүзіне қарау мүмкін емес еді. Шаң басқан беті термен айғыздалған, түксүйген қабақтының астындағы қос көзі қып-қызыл қанды кесекке айналыпты. Тайраңдап жүрген балуанына ұмтылған той иелері тағы кімің бар деп айналаны масаттана қарап. Тілеп берген ортаға ұмтылған еді, алдынан Сартай кесті. Тоқта, бірінші мен сұранғанмын, сөзімді жұтсам елден ұят болады. Дымы құрған жігіт тұрған жерінен сылқ етіп отыра кетті. Сарытай жеңіл адымдап топ ортасында талтайып тұрған бұқаға беттеген. Келгене, қос мүйізіңді қағып қолыңа ұстатайын. Езуін жимаған күйі ортаға шыққан бозбаланың бұл келемежін естіген көпшілік гуілдеп кетті. Өледі-ау сорлы, өледі-ау. Қайтейік. Сарытай болса ажалдың аузын төртпектеп тұр. Ей өгіз, келе қал. Арқаныңа ашамай салып, ерттеп мінейін. Саған жетем дегенше атымның аяғын тасқа жап, ақсап қалып еді. Содан соң сені есек балуан атар бұл жұрт. Досының әдейі ызаландырып жүргенін, ақымақ ашуға санасын тұмшалатып, дүлей күші есім бейшара күйге түсіргісі келгенін тілеп берген ұға қойды. Сүйегінен сөз өткен бұқа балуан тапырақтай ұмтылған күйі Сарытайды қаусырып құшақтаған. Алайда балғын денені бунаған күш бұқаның қашқын құшағын кері серпіп жіберді. Белбеуінен шап берген балаң жігіт селкіп-сілкіп жібергенде бұқа қарсыластың оңай еместігін ұға қойған. Анау болса құлағына сыбырлап қоймайды. Есегім, абайла, ауылға жаяу қайтқым келмейді. Есеке, қойыңыз деймін. Қаны басына шапқан бұқаның аузына өлтірем күшік деген нем басқа сөз түспеді. Сүт бүрсінім алысқанда бір серпілгенде бұқа машықты. Тәсілін қолдануға ыңғайланды. Еңкейген күні айналасына бір-екі уыс топырақ шашқан балуан Сарытайға ұмтылған. Күткендей болмады, бұлт ете қалған жігіт тау сыртынан шыға келіп, бұны итеріп жіберді де екпетінен түсірді. Жұрт ду ете қалды. Бітті, жеңілді. Нәмәшке жеңіледі. Жауырны жер іскеген жоқ. Оттама, қазақта тізесі жерге тиген балуанды жығылдыға санайды. Сендер ауыз басына тоқырап көнген өгіздеріңді ақтап алмақсыңдар. Оттапсың, оттамасаң оттама. Жағаласа бастаған жұртты ақсақалдар баса алмай әбігерге түсті. Бұқа балуанды аузына келгенін көкіп, қызынған жігіттерді өртке орастырып барады. Күрес десе күресейін, жауырны жерге жабыстырып берейін деп Сарытай жұлқынбағанда жағдай қалай тынатыны белгісіз еді. Дадаңды балағаттай жүгірген бұқа балуанның білегінен қос қолымен ұстаған Сарытай әп-сәтте жерден көтеріп әкетті. Алқымына жабысып
Харманған бұқа балуанның екі аяғы арбаң-арбаң етеді. Я аруақ! Сарытай кеудесінен асыратқанда, ол арқасымен құлап, қос жауырыны жер қапқан. Жас жігіт кеудесіне қона кеткенде, бұқа балуанның көзінен ызамен ұяттың тамшысы ыршыды. Қазақтар бозбаланың қол-аяғын жерге тигізбей көтеріп әкетті. Дүниені месе тұтпайтын досы сол бәйгесінен сабақ жіба алмай таратып кетіп еді. Төлепберген балуан шөптің басын чала бастаған атын тебініп қалды. Оның Сарытайдай алып досының кішкене ғана қабірге сыйып, бірліктің бауырынан мәңгілік қоныс тапқанына біраз жыл болған. Екеуі Шұбардағы тойға барғанда да Сарытай мұны оңдырмап еді. Бұл қаннен қаперсіз алтыбақан қызықтап тұр еді. Сарытай сап ете қалып, жүрдің астын алды. Қолынан тартқылап әкеліп, көптің ортасына жайылған кездің үстіне отырғыза қойды. Мәнді ұқпаған Төлепберген білегін сыбанып, алдарына жеке-жеке ақ дастарқан жайып алған 3-4 мес қарынды чолып шықты. Сонысын Сарытайға қараған: «Әй, не бүлдіргелі жүрсің? Үндеме Тілеке, қазір көресің, бәйге біздікі». Қулана көзін қысқан Сарытай соңғы сөзін бәріне естірт айтты. Тілепберген жілік сындыру сынды жарыстардың бірі шығар деп отыра берді. Тек алдына үйме тегіне қой еті келгенде ғана маңдайын сарт еткізген. Мешкейлер жарысы. Қарсысындағы қозғалалық қара жігіттің де, одан әрірек отырғандардың да алдына осындай ас тартылды. Сарытайға алара қарап еді, түк болмағандай ыржиып тұр екен. Тұрып кетуге болмайды. Балуан деген аты елге танылып қалған, амалы таусылған Тілепберген ақырында бетті кертіп жей бастаған. Қарсыластарының аузға буралай тығып, түйілмеу үшін майлы сорпадан ұрттап қойғанына қарап отырып, өзінің де еті қалай қызып кеткенін байқамай қалыпты. Екі мешкей орта жолдан ақ осалдық танытқан. Тек қозғалалықтың бір қойдың етінен түк қоймайтын түрі бар. Сілікпе болып піскен етті екі қолмен кесек асайды. Тілепбергенде тартына қойған жоқ сол басындағы қарқына. Жіліктерді жылан жалағандай еткен қозғалалық құйрық майдан екі кесек асаған кезде лоқсып сала берді. Шалқасынан жата кетті. Тегенесінде үйме сүйек жарты құйрық қалыпты. Тілепбергеннің алдында да қазақи қойдың дөңгелек құйрығы жатыр. Әппақ майға көзі түскен жігіт ел алдында аңтарылып, масқарам шыға ма деп біраз ойланып қалған. Айналадағылар шулап сала берді. Болды, бұл да тынды. Жарты құйрық жеген қозғалалық озды. Болды, тоқтады деп шуласып кеткен. Сарытай ақырып қалды. Өй түге, бөрінің артындай шуламаңдар, жейді Тілеш, қымыз әкеліңдер. Жеңілді деген сөзді естігенде Тілепбергенді жыңғысқан. Құйрықты екі қолымен сығындап, кесектей жолды да бәрін аузына салды. Жайнамай жұтты. Осы кезде қымызда келген еді, қышқыл сусығын кілкіген майды біраз қайтарды. Екінші кесекте осылай жөнеді. Бұл соңғы тілімді аузына тыққанда Сарытай қарқылдап күліп жіберді. Бәсе, әшейінде 10 кесе қымызды шөл басатын Тілетайдың асқазанда бір қойдың етіне қалайша орын табылмайды деп едім, қателеспеппін. Тілепбергенде жауап қайырар шама жоқ, денесі қызып, орнынан қозғалалар емес. Жігіттер көтеріп әкетіп, ауыл жанындағы тастай бұлаққа жатқызды. Досының қалжыңы Тілепбергенге қиынға тиіп еді. Таң атқанша бастаудың мұздай суына жатып, денесін кілкіп жыққан майға жирене қараумен болған. Тілепберген балуан жымиды.
Өткен кеткенді еске алып келе жатқан қарт 20 шақырымды қалай еңсеріп тастағанын байқамай қалды. Шәуілдеген ауыл иттерінің дыбысы мазасын ала бастағанда ғана ой шырмауынан бірақ арылды. Есік алдынан тосып ала қойған ешкім болмаған соң мамағашқа атын байлап үйге кірді. Чапанның етегіне орала кететін немерелері көрінбейді. Екі қарияның ермегі жалғыз ұлдан сүйген қос немересі еді. Балалар қайда? Шалын көре сала шай қамына кіріскен бәйбішесі күйбеңдеп жүріп, олардың өзге балалармен тауға бүлдірген теруге кеткенін айтты. Шай ішіп отырған кезде Тілепберген балуанның көз алдынан бұрқыраған бұғылы кетпей қойды. Таудың әр шатқалында қазір сел жүру мүмкін деген қауіп қаперінен шықпай қойған қария ақырында үйге жата алмай балалары кетті деген жаққа жаяу беттеген. Небәрі бір күн атқа отырғанға денесі зіл тартып қалыпты. Бұл да болса күш қайратының белгісі. Қарттың есіне кәріліктің тағы бір қорлығы түсті. Жыландыда үлкен ас болады екен деп шулаған ауылдастарының желігіне ілесіп, алпысты алқымдаған бұл да екі қонып жететін алыстағы ауылға аттанған. Ас жырға арқау боларлықтай керемет өтті. 40 шақырымдық аламанға ат айдаған соң жұртшылық күрес қызықтауға кірісті. Балалар белдесіп болғаннан кейін ортаға құрыштан құйылғандай сом денелі жігіттер шықты. Тілепберген балуан артылған жастарға қарап іштей сүйсінген. Дембеле қара жігіт екі белдесуді жеңіске жетіп, қарсыластарының меселін қайтарып тастаған. Қызықтың тез аяқталғанын қаламаған халық кімді шығарсақ екен деп айналасына алақ-жұлақ қарасты. Кенет көп көз ортадан төбедей болып отырған Тілепбергенге қадалды. Бұның қойыңдар баламмен белдесем бе дегенін естіп жатқан құлақ жоқ. Балуан шықсаңызшы деген сөздер гулеп барады. Бұл көзінің қиығын тастап, ортада масаттанып тұрған жас балуанға именген. Ұялған кейіппен байқамады. Келе қал дегендей қос бүйірін таянып шекеден қарап тұр. Тілепбергенді ашу қысқан ортаға шығып қарсыласына «Абайларсың балам, атаңды мертіктіріп алма» деп ниет байқатып еді, әлгі күш атасын танымайды. Шаңға аунасаңыз көңіліңізге алмассыз деп ыржиды. Белдесу басталысымен ақ жұрттың жүзінде бұған деген аяныш пайда болған. Оны Тілепберген байқады. Және мүсіркеген көздер намысына түрткі болып шамырқана түсті. Жас балуан жұлқып та сілкіп те жүр. Қимылы сылбыр тартқан қарттың бір орайы келгенде тілесектен тарта шалған. Бұның тізесі қалт кете қалды. Жөгіп кете жаздап қарсыласының иығынан ұстаған қолына сүйеніп, әзер түрегелген Тілепбергеннің қаны қарайып сала берді. Одан арғысы еміс-еміс есінде. Қайран 25 деп қапалана ақырған Тілепбергеннің қарсыласын жерге бір емес 3 мәрте ұрғанын ауылдастары жыр қылып айтып жүр. Кейін ол, әй 3 емес 25 рет ұрыпты, кез қаққандай етіпті дегенге ұласты. Жыландыда қасқа қатысқан ел 60-ында алпамсадай балуанды алып ұрған қарт пен 40 шақырымнан қарызып келген Сарбұлақтың жирен қасқасына сүйсініп, түпәй, қасиетті топырағымыздан шын асылдар әлі бар екен дескен заман еді ол. Балалардың сыңғырлаған күлкісін естіген қария қияға көз жүгіртті. Ауыл балалары бір беткейінен қарғай бойлай өскен тар шатқалдың ішіндегі көк майсаны түртпектеп бүлдірген теріп жүр екен. Ат соқты болған денесін, жаяу жүрісін біраз бұлсындырған қария өзін жеңіл сезініп, адымы ашыла бастаған. Балуан таудың ұшар басына үйіріле қалған жөкімдей бұлтты көріп селт ете қалды.
ортадағы 300-400 қадамды тезірек еңсеріп тастамақ болып жылдам жүгіруге тырысты. Аспаннан тамған баданадай бір-екі тамшы қарттың маңдайына тиген. Ол оң қолын алақанын жайып көкке қарады да, сәл қоя тұрсаңшы деп күбір ете қалды. Жаздың өткіншісі әп-сәтте айналаны мал-маңдай етіп төпелеп сала берді. Қария балаларға алқына жеткенде айрын жия бастаған. Көпке бармай басылды. Малмаңдай болған балуанның ұсқынына қараған балалар сықылықтай күліп, қарағай бұтаның астынан шығып еді. Қайтайық балапандар, тамырсық басылған кезде аюлар шығады, тас атып мазалағыңдалар. Тілеп берген балуан шын қаупін бүркемелеп қалды. Батыраған балаларды жинап етекке беттегенде жоғары жақтан күркіреген дауыс естілген. Қарттың қашанда алдамайтын жүрегі шым ете түсті. Қияға қарай өрмелеңдер, шатқалдан шығыңдар. Түк түсінбеген балалар жоғарыға жүгіре жөнеліскен. Өзі шабан қимылымен тіке өрлеген балуан баж ете қалған дауысты естіп артына қарайлады. 4-5 жас шамасындағы балақай суланған өлең шөптен тайып кетіп, төменге қарата сырғана түскен екен. Қарт соған ұмтылды. Баланы демеп жартастың шетіне іліктіргенде тас топырақ аралас сел жетіп қалған еді. Жүгір балам, жүгір, қаш. Алқынған қарияның жоғары ұмтылатын шамасы қалмаған еді. Ол бірнеше қадам жердегі алып қарағайға қарай беттеді. Жолындағысын қаңбақша домалатып келе жатқан алапат күш бұған жеткенде, тілеп берген балуан қарағайды қаусыра ұшып тұра қалды. Әп бисмилла, иә аруақ, сартайымнан айлалы күштімін деп ойлайсың ба деп ақырды балуан. Қауіпсіз жерге шығып алған балалар қарттың екі иығынан ұрланған сел суының көкке шапшып жатқанын көріп жылап жіберді. Толағыс балуанды қарағайдан ажырата алмады. Бір кезде ағаш тамырының күрт өткен дыбысы шықты да, тау тажалы қарияны қарағаймен бірге ағызып әкетті. Ауылдастары бірнеше күн сел қосылған өзеннің сағасын шарлап, тілеп берген балуанның денесін таба алмады. Серік Әбікенұлы. Оқыған Қабілет Бәделқан. 2025 жылы ақпан.